Happy 21 Aro. Бүгін менің туған күнім. Және менің қыздарым, подружкаларым осындай торт заказ берген. Бүгін менің туған күнім. Бірақ мен сырға не тауғым кетіппін. Біздің бірінші локациямыз ол музей. Архитектурасы өте танымал, әдемі ғимарат осындай жерде. Екеуміз музейге және кар экзибишнға тикет алдық 15 манаттан. Это шамамен 4200 теңге. Бакуда болсаңдар, осы музейге келіңдер. Бүкіл тарихы, мәдениеті, өнері осы жерде. Осындай аспаптарымен локациясы өте керемет. Қараңдар, жібек в шоке. Мынандай қызылдың үстіне тұрсаңдар, осы инструменттің дауысы шығады. Музей өте үлкен. Бізге ұнағаны ол қуыршақтардың бөлмесі. Жалпы кеңес етемін осы жаққа баруға, және осындай керемет баспалдақ локациясы бар. Өте инстаграм прям арналған локация, так что барып фото түсіп қайтыңдар. Айтпақшы, бұл Бакудың қателеспесем 3-ші ма 4-ші күні. Алдыңғы күндер осы влогтан көре аласыңдар. Және Баку қаласында жаяу жүру қиын. Және сөйтіп шаршап, мен көп жерін түсірмедім, потому что біз өте көп жүрдік. Шаршап, әйтеуір дегенде біз жолдан мешітке кірдік. Мешіттері басқаша, және қыздар бөлігін таппай кішкене әбіржіп тұрдық. Бірақ емізге көмектесті. Сосын біз тиктокта, инстаграмда өте танымал осындай ресторанға келдік. Бұл ресторан ерекшелігі жоғарысында аспан көрініп тұрады, бірақ біз әрине өте кеш келдік күн батқаннан кейін, потому что біз музейде өте көп жүрдік. Музей өте үлкен. Сөйтіп, негізі күндіз бұл ресторан өте әдемі, осылай, бірақ біз кешке бардық, дегенмен тоже атмосферасы өте керемет. Сөйтіп, біз ол жақта кішкене тамақтандық, және маған жібек туған күніме сыйлық жасады. Қараңдар менің реакцияма. Жібек мен туралы журнал жасады. Ішінде мен жайлы ақпарат, ойындар және өте қызықты нәрселер бар. Көп рахмет. Өте ерекше сыйлық. Маған осындай қолдан жасаған сыйлықтар қатты ұнайды. Рахмет! Біз тамамызды жеп шығып жатырмыз ресторанды. Айтарым, ұнамады. Білмеймін, официант бізге попался какой-то грубый, мне кажется. Вот. Но сам ресторан очень красивый, атмосферно, тамақтары нормально, да? Саған шанады ма? Достар, біз молға келеміз ғой, торговый центрға. Мен өзім мынандай заказ бердім, вообще ұнамады. Мы решили Макдональдсты біле салуға. Вот Рамиз деген жерден тамақ алмай қойындар, вообще бізге ұнамады. Сондықтан біз Макдональдста қайтадан айтатымыз. Бәрін біз азербайжанша заказ бердік. Все было понятно. Дениз деген мол ғой осы, и оның ішінде үлкен горка бар, қыздар. Вообще барып көріңдер, күшті. Енді сөйтіп опера айтқанда шыңғырады деп ойлап қалмаңдар, просто ол жақта сондай ұрынасың, и ұрынғаннан кейін сондай дыбыс шығарады. Солай деп ойлап қалмаңдар. Сәлем достар, видео бүгін өте қазақи стиль. Бұл бізді басқа күніміз, және бүгін менде осындай ерекше аутфит, және есіме түскенімдей, біз Бакуда мүлде таксиға отырмаппыз. Біз либо жаяу жүрдік, либо метромен, либо автобуспен. Солай жүріп бізді ақырда полиция ұстап алды. Сөйтіп бізді штраф салғысы келді, бірақ біз айттық, бізде ақша жоқ дедік. Сосын сөйтіп кет қалды. Білмейміз қаншалықты ол рас штраф, бірақ солай кішкене бір түрлі болып қалдық. Бірақ кейінен біз маған рилс түсірді, қараңдар. Ғалымжан Молданазардың
сенің жаныңда деген музыкаға билеп мен күшті видео түсірдім, достар, инстаграмға тіркеліп кетіңдер. Сосын қараңдарса артыма менде фонтан, негізінде фонтан осы біз барғанда мүлдем істемей тұрды, потому что гонки болады, формула 1 сондай мировой гонки болады, соған дайындық ретінде бүкіл қала дайындық, сөйтіп фонтан қоспады, и біз видео түсіріп бастадық, и қосты, солай күшті болып қалдық, и күшті видео шықты, достар, инстаграмға тіркеліңдер. Өте күшті видео шықты, мен даже музыкасыз биледім, қарандар. Мына жақта баспалдақ бар, бірақ біз оған көтерілмейміз. Біз мынандай нәрсемен көтерілеміз, оған біз 1000 жыл тұрдық кезекте. Достар, біз отырдық. Бұның аты фуникулер, және бұл 1 манат қана тұрады, өте арзан, және бұл осындай вид ашады, достар. Обязательно осы локацияға келіңдер. Сөйтіп күшті фотоға түсіп қайттық, бірақ түскенде фуникулерсыз, яғни жаяу түседі екенсің. Сөйтіп осындай үлкен баспалдақтан, бұл баспалдақтың суретте жартысы, одан еще 1000 бар. Сөйтіп жаяу түсіп әрең шаршап әйтеуір бір ресторанға келдік. Ресторанда екеуміз романтика болып отырмыз, судың жағасында Венеция деген парк екен. Қалада осындай аэропортқа таситын автобус бар, өте арзан, осымен келіп жүріңдер. Біз оны білмедік, сондықтан басында біз адастық, бірақ кейін осындай автобус бар екен білдік. Так что қаладан аэропортқа, аэропорттан қалаға жету өте оңай. Рандыр, достар. Красиво. Сөйтіп ұшағымызға отырып, өзіміздің Қазақстанымызға қайттық. Баку қаласы өте әдемі, әсем қала. Барлықтарыңызға кеңес етемін. Және әдеттегідей самолеттегі тамақ.